Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге жақсы бір сайт және де бір ойын жайлы айтатын боламын. Ол екі жерден де шынымен де жақсы ақша табуға болады. Мен бірінші сайттан барлықтарыңыздың көздеріңізше ақша тауып, ақша шығарып көрсететін боламын. Және де видеода қай жаққа ақша шығаруға болады, қалай ақша шығаруға болады, барлығын толығымен түсіндіруге тырысамын. Сол үшін видеоны соңына дейін көреміз. Каналға тіркелеміз, лайк басамыз, комментарий жазамыз және де қоңырау шамын басуды ұмытпаңыздар. Ал енді сіз каналға бірінші рет келіп тұрсаңыз, менің видеоларымды көріп шықсаңыздар болады. Бұл жерде біз әр күн сайын жаңа ақша табу жолдарын айтатын боламыз. Мысалы, қарасаңыздар, әр күн сайын видео шығады және де соңғы 5 видеоны көрсеңіздер болады. Шынымен де ол жерлерде мен жақсы ақша табу жолдарын айтқанмын. Ал енді қараңыздар, бірінші сайт Fiora деп аталады. Бұл жерде біз биткоин немесе криптовалюта табатын боламыз. Қазір қарасаңыздар, барлығын толығымен түсіндіріп беремін. Телеграмда, менің телеграм каналымда ссылка болады. Сол ссылканы басқан кезде сіздерде осы терезе ашылады. Одан кейін сіз регистрация жасайсыздар. Регистрация жасап болғаннан кейін сіздер міне дәл осындай сіздерге ақша табу жолдары шығады. Міне claim faucet деген, яғни ақша жинау деген басамыз. Бұл жерде біз ештеңе көрудің қажеті жоқ, жай ғана ақша жинап аламыз. Міне көргендеріңіздей, әр минут сайын сізде 100 000 coins алуға возможность болады деп жазылған. Ол үшін біз не істеуіміз керек? Ол үшін біз капчаны толтыруымыз керек. Одан кейін 1 + 8 қанша болады? 9, одан кейін 4, 7 болады, одан кейін 6 болады. Міне дәл қазір барлығын толтырып шықтым. Басамыз. Міне дәл қазір маған ақша берілді, 100 000 coins берілді. Және де мен 54 секундтан кейін қайтып ала аламын. Одан бөлек бұл жерде тағы да short links, яғни ссылкаларға өтіп ақша табуымызға болады. Міне көргендеріңіздей, бұл жерде өте көп береді екен, 13 миллион дейді. Бірақ бұл жерге энергия керек. Энергияны біз қалай жинаймыз? Энергияны қалай жинауды мен кейінірек айтатын боламын. Міне 3700 бізге энергия керек. Және де бұл жерлердің барлығына өтіп шықсақ 475 миллион coin табамыз. Бұл энергия жинау үшін бізге, мен түсінгенім бойынша, ақша салуымыз керек. Депозит деген тұр, яғни біз өзіміз осы жерге криптовалюта салып, сол энергияларды аламыз. Бірақ оны мен білмеймін, сол себепті мен әшейін ештеңе жасамай ақша табу жолдарын сіздерге көрсететін боламын. Міне қараңыздар, 5 секунд тұрғаным үшін бізге 70 000 coin береді. Go, кетіп көрейік. Қараңыздар, секунд кетіп жатыр. Міне бізге болды. Ал енді біз осы жерге капча таңдаймыз. Міне осы сөзді жазып шықсақ болады, немесе просто аш капча деп, я человек деп осылай өте салсақ болады. Бізге самолеттарды белгілеңдер деп тұр. Барлық самолет тауып аласыздар, одан кейін готово басасыздар. Міне verification дейміз. Міне бізге сайтта қалдық, бірақ бізге ақша берді. Міне көргендеріңізде 5 000 coins берді. Ал енді ол өздеріңіз көргендеріңізде әлі 18 реклама бар, яғни 900 000 coins-қа дейін жинап алуға болады осы жерден. Ал енді бұл жерден сіздер қалай ақша шығарасыздар? Осы ең біріншісіне кіресіздер, одан кейін дашбордқа кіресіздер, яғни кошелек деген сөз. Баланста менде 300 coin тұр. Бағана жиналған coinдар, яғни мен 100 000 деп айтып жатқандардың бәрі негізінде 100 coins болып саналады. Менде 300 coins бар. Ол ақшаны мен қай жаққа шығарыламын? Міне FaucetPay-ға шығарыламын. FaucetPay деген ол биткоин кошелек. Өздеріңіз көргенде ең бірінші биткоинмен шығаруға болады, сатошимен, тронмен шығаруға болады, яғни TRX, Litecoin-мен, одан кейін Dogecoin-мен. Давайте мен Dogecoin-мен шығарып көрейін. И 300 coins. Енді мен Dogecoin кошелек алу керекпін. FaucetPay-ның ссылкасын қазір FaucetPay-ға кіреміз біз. Енді FaucetPay болу керек. Енді қалай FaucetPay жоқ, түсінбедім. Мен тұр екен. Менде FaucetPay бар, барлығы жақсы. Ал енді қараңыздар, дашбордқа кіреміз. FaucetPay-ға регистрация жасамаған болсаңыздар, мен сіздер үшін ең керекті деген ақпараттардың барлығын өзімнің Telegram закрепленныйға жинап қойдым. Қарасаңыздар, мені қазір менің каналыма кіретін болсаңыздар, мысалы, мені закрепленный сообщение деген бассаңыздар, сіздерге қалайсың опросник и жаңа қазақша топ опросник барлығы тұрады. Осы жерде мені FaucetPay-ның ссылкасы да тұр. Ал енді FaucetPay-ға кіреміз. Регистрация жасамаған болсаңыз, сол жерден жасап алсаңыздар болады. Менде қазір бұл жерде біраз Dogecoin, Litecoin, Dash, Gigabyte, TRX, біраз крипто монеталары бар, яғни дашбордқа кіресіздер. Дашбордқа кірмейміз, қателестім. Кешірім сұраймын, депозитке кіреміз. Ал енді қараңыздар, осы жерден біз қалағанымыз таңдап аламыз. Мысалы, Dogecoin аламын мен, Dogecoin басамыз, копировать етеміз и қайтадан дашбордқа кіреміз. Міне қазір менде қарасаңыздар 0,1013 Dogecoin бар, жаттап алыңыздар. Қазір мен осы жерге ақша шығаратын боламын.
Бұл жерде минимальный сумма жоқ. Жақсы жері Fero деген сайтта, яғни қалаған ақшаларыңызды шығара бересіздер. Міне қазір валет вставлять етеміз кодымызды жаңағы қалған и withdraw басамыз. Міне менде ақша кетті, 75.000 сатоши кетті, яғни түсініксіз бірдеңе болып жатыр. Бағана 300 деп тұрған еді, қазір 75.000 деп тұр. Бұл жерде сәл белгісіз нәрселер есептеледі. Мен онша түсіне алмадым, себебі барлығы ағылшынша. Ал енді қараңыздар, біз Faucetpayға қайтып ораламыз. Обновить етеміз страницаны. Енді көргендеріңіздей өзгерді, бірақ өте аз. Енді екі реклама көріп, мен бар тапқанымыз осы уақытқа дейін $0.32 тауып мен былай қараған кезде. Ал енді бұл Faucetpayға жиналған ақшаларны сіздер қалай шығарасыздар? Жаңағы закрепленный сообщениеде Bexchange деген обменниктің ссылкасы тұр. Сол жерден осы ссылканы да аласыздар. Бұл жерде қараңыздар, мониторингқа кіресіздер. Одан кейін қараңыздар, қандай валюта жинадыңыз мысалы. Примерно алайық, сіз биткоин жинадыңыз. Одан кейін барып, осы беттен былайына өтіп, қай жаққа шығарғыңыз келеді. Каспий банк болсын, бұл жерде барлығы бар. Каспий банк қазір Каспий банк іздеп отыруға уақыт жоқ, походу. Жусан банк, тұр екен Каспий банк басасыздар. Мені қараңыздар, бүкіл обменниктер шықты. Көргендеріңіздей, бір биткоин 27.270.000 теңге. Әрине бір биткоин біз жинай алмаймыз. Осын басасыздар, мысалы бір обменникті. Одан кейін сіз адресіңізді қоясыз, яғни биткоин адресіңізді қоясыз. Одан кейін Каспий банкінің картасын жазасыз. Ешқандай қиын емес. Сіз Faucetpayға кіресіз, мысалы, сіз осы жерден биткоиніңізді сіздің картаңызға лақтырғыңыз келеді. Депозитке кіресіз. Сосын биткоин адрес аласыз. Мені биткоин адресіңіз тұр. Осыны копировать етесіз, бағана жерге вставлять етесіз и астына карта жазасыз, болды. Ешқандай қиындығы жоқ, бірақ минимальный суммасы өздерінің комиссиясы бар. Барлықтарыңыз дәл осылай ақша тауып көрсеңіздер болады, ешқандай қиындықтары жоқ деп ойлаймын. Ал енді ойынға көшейік. Ал енді қараңыздар, ойында сіздер Play Market'тен тарта аласыздар. Play Market'ке кірген соң битовый кирпич деп жазсаңыздар, міне ең бірінші тұр битовый кирпич, яғни бұл жерде де біз биткоин жинайтын боламыз. Сіздер скачать басасыздар, мен қазір сол ойынға кіріп көрсететін боламын, қалай ойнауға болады, қалай ақша жинауға болатынын. Бұл жерден ақша сразу айтайын, Coinbase'ке шығады. Coinbase деген барлықтарыңызда бар деп ойлаймын. Ешқандай қиындығы жоқ. Coinbase'ке регистрация жасау. Coinbase деген крипто биржа сияқты нәрсе. Негізінде крипто биржа деп айтуға болады, бірақ крипто кошелек деп айтуға болады. Әркім әртүрлі айтады. Міне қараңыздар, бұл жерде поинтспен жиналады, яғни кешке аударатын болсақ, минимальный сумма шығаруға болатын 100.000 поинт. 100.000 поинт деген примерно 1000 сатоши. 1000 сатоши деген 12-13 рублей болу керек, даже одан көп болып қалуы да мүмкін. Міне өздеріңіз көргендей осылай уровеньдеріне өтесіздер. Әр уровеньне өткенге қателеспесем 1500 сатоши беру керек. Бұл ойын маған қатты ұнаған жоқ, сол себепті де ойнаймын деп айта алмаймын, бірақ өздеріңіз көрсеңіздер болады. Ақша табу жолы ретінде міне көргендеріңіздей. Дәл осылай біз просто жаруымыз керек болды. Ал сіз әлі Coinbase ашпаған болсаңыз, Coinbase'дің ссылкасы менің Телеграмда закрепленный сообщениеде тұратын болады. Сол жерден ашып алсаңыздар болады. Одан кейін Coinbase'де қандай Gmail'мен тіркелдіңіз, сол Gmail'ды сол жерге жазсаңыз болды. Поинтіңіз, жинаған ақшаңыз сразу Coinbase'ге түседі. Яғни сол ойында вывод басасыздар. Одан кейін Coinbase'ге қандай Gmail'мен тіркелдіңіз, сол Gmail'ды жазасыз. Ешқандай кошелек номер жазудың қажеті жоқ. Сразу Coinbase'ға түседі. Одан кейін Coinbase'де өзінің кішігірім акция болып жатыр. Яғни сіз $100 Coinbase'ке $100 салатын болсаңыз, сізге $10 бонус ретінде береді. Яғни 42 салсаңыз, 4,5 теңге бонус ретінде береді. Дәл сонында қолданып көрсеңіздер болады. Ол үшін әрине осы ссылкадан тіркелу керексіздер. Бұл жерде ешқандай қиындығы жоқ. Купить криптовалюту деген басып, наличными дегенмен картамен де тіркелсеңіздер болады. Картамен сатып алсаңыздар болады. Мысалы, қандай сатып алғыңыз келеді, добавить способ оплаты. Міне карталарыңыздың номерлерін жазасыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Ал енді видеоны тыңдағандар үшін үлкен рахмет.